Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі керемет, ерекше болып шығатын булочкидің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен шұңқыр ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Содан соң үстіне қантымызды саламыз және тұз саламыз. Дрож, бір жұмыртқаны салып, венчикпен араластырып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар. Араластырып болдық. Енді үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Алдымен осылай қасықпен араластырып аламыз. Содан кейін барып, қолымызбен жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды жақсылап, июін қандырып илейтін боламыз. Сол кезде біздің булочкаларымыз әдемі болып көтеріліп пісетін болады. Қамырымызды илеп болғаннан соң үстіне жұмсақ сары майымызды салып, сары майымыз қамырымызға араласқанша, сіңгенше жақсылап тағда 10-15 минуттай илеп аламыз. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақтықта қамырымыз шығады. Енді бетін жауып, қамырымызды 2 сағатқа жылы жерде қалдырамыз. Менде қамыр 2 сағат жылы жерде тұрды. Дәл осылай көтеріліп шықты. Енді булочкаларымызды дайындайтын боламыз. Алдымен табағымыздан қамырды босатып, дастарханымызға қойып аламыз. Қамырымыздың астына жабыспау үшін кішкене ұнымызды сеуіп аламыз. Қамырды дәл осылай қолымызбен кішкене домалақтап шығамыз. Барлығын видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерде де дәл осындай өте дәмді, жұмсақ булочки шығатын болады. Келесі қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Алдымен қолымыздың көмегімен қамырымызды ұзартып, дәуертіп аламыз. Содан кейін барып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырымызды орташа қалыңдықта, қатты жұқа емес, қатты қалың емес қылып жайып аламыз. Мінекей, мен қамырды жұқа етіп жайып алдым. Енді үстіне еріп тұрған сары майымызды дәл осылай бір келкі етіп жағып шығатын боламыз. Қамырымыздың ешбір жерін қалдырмай, барлық жеріне жұқалап жағып шығамыз. Мінекей, осылай жағып шықтық. Енді салмасына мен мак қолдандым. Осылай қасықпен немесе қолымызбен бір келкі етіп сеуіп шығамыз. Макты сеуіп шықтық. Енді үстіне 4-5 қасықтай осылай қантымызды да сеуіп шығамыз. Оны да қасықпен немесе қолымызбен бір келкі етіп әдемілеп сеуіп шығамыз. Барлығын сеуіп алдық. Енді бір шетінен бастап осылай қамырымызды орап шығамыз. Қамырымызды өз еркімен қатты баспай әдемілеп орап шығамыз. Дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар. Қамырымызды орап болдық. Енді кесіп шығамыз. Осылай қатты қалың қылып емес, орташа қалыңдықта 5-6 сантиметрдей дәл осылай барлық булочкаларымызды кесіп шығамыз. Мінекей, барлығын кесіп алдық. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, барлық булочкаларды орналастырып шығамыз. Бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Мінекей, менде 20 минут тұрды. Енді бетіне бір жұмыртқаны жарып, барлығына жағып шығатын боламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 200 градуста 25-30 минутта булочкаларымыз пісіп шығады. Дәл осы рецепттен менде 15 булочки шықты. Егер де одан да көп пісіргілеріңіз келсе, онда рецепті 2 есе, 3 еселеп жасай бересіздер.
Енді булочкаларымызды қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіреміз. Ол сіздердің пештеріңіздің қыздыруына байланысты әртүрлі уақытта дайын болады. Мінекей менің булочкаларым пісіп шықты. Енді бетіне әселді ертіп, дәл осылай жағып шықтым. Бұл міндетті емес, бетіне жай ғана сахарный пудраны сепсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей булочкалар көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты. Дастарханға немесе қонақтарға ұялмай қоясыздар. Ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.